Армысыздар, құрметті көрермендер, бизнес арна эфирінде сұхбат бағдарламасы. Өздеріңізбен бірге мен Ернар Тайжан және бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің ресми өкілі Ержан Байтанаев. Ержан мырза, қайырлы күн. Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Ең әуелі осылай уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Енді бүгінгі сұхбат алаңында біздің қаузайтын тақырыбымыз жатақхана мәселесі жайында болмақ. Алдымызда жаңа оқу жылы. Бұл енді мәселе әр оқу жылының алдында аса өзекті. Өткен жылы дала кезіп кеткен, былайша айтқан кезде жатақхана мұқтаж студенттердің дауын естідік, білдік. Енді бұл жолы министрліктің атынан қандай алдын алу шаралары қарастырылған, сол туралы білгіміз келеді. Енді биыл студенттер өткен жылғыдай дала кезіп кетпей ме? Оларға үй табыла ма? Өйткені биыл енді оқу бітіргендердің саны да артық. Өте дұрыс сұрақ қойып тұрсыз. Осы мәселені шешу мақсатында ғылым және жоғары білім министрінің бұйрығымен мынау мамыр айынан бастап осы жаңағы вице-министрларға тапсырма беріп және өзінің қатаң бақылауында өңірлерде жаңа оқу жылында жатақхана мәселесі тапшылығын шешуді тапсырған. Ең бірінші осы зерделеу нәтижесінде бізде бүгінгі күні жатақханасыз қалдырмау керек екені және де бұл жолдарды шешу жолдарының барлығы қарастырылды. Атап айтсақ, жатақханадан бөлек студенттер хостелдарға, яғни орналастырыла алады хостелдарға. Әр өңірдің жаңағы жатақхана тапшылығы бар болса, оның ректорлары, жаңағы оқу ордасының басшылығы тексерілген, жаңағы ешқандай өзінің артқы несінде ешқандай репутациясы жақсы хостелдармен келісімге келіп, студенттерді жайғастыруға қол жеткізіп отыр. Мысалы, өткен аптада ғана Алматы қаласында біз 60-қа жуық хостелдардың егелерімен келісім шартқа отырған болатымыз. Міне бүгінгі күннің өзінде оның саны 110-ға көтерілді. Бұл еліміз бойынша сан ба? Бұл Алматы қаласы бойынша 110 хостелмен келісімге отырылды. Ержан мырза, сәл сөзіңізді бөлейін. Хостел мәселесіне қазір қайтып ораламыз. Қазір білім келетіні, сонда әлі күнге шейін жатақханаға мұқтаж студенттердің санында сөйлетейікші? Өте орынды айтып тұрсыз. Бүгінгі күні елімізде қазіргі біздің есебіміз бойынша өткен аптада ғана 28 мың орын тапшы болатын. Оның 22 мыңы Алматы қаласында етін. Ал енді бүгінгі күнгі біздің жаңағы қол жеткізген үлкен бір жетістігіміз Алматы қаласында 13 мың тапшылық 13 мыңға түсті, 22 мыңнан. Яғни мінекей хостелдармен келісімге отыру мақсатында, тек қана хостел емес, жаңағы гостиницалармен келісімге отыру мақсатында мінекей 22 мыңнан Алматы қаласында 13 мыңға төмен түсті. Бұл мәселені де әлі де біз қазір шешу жолдарын қарастырып отырмыз. Бірақ ол 13 мыңның барлығы жатақхана сұрайды деген жаңағы әңгіме жоқ. Өйткені кейбір өзіңіз білесіз, кейбір оқушылар, кейбір жаңағы студенттер туған туыстарының үйіне барады, болмаса өздерінің жаңағы үйлері бар. Сол себепті Алматы қаласында 13 мың, республика бойынша қазіргі уақыттағы жағдай бойынша 19 мың орын жетіспейді. Атап айтатын болсақ, жаңа айтып кеттім ғой, Алматы қаласында 13 мың, Астана қаласында 2200, Солтүстік Қазақстан облысында 2318 орын, Абай облысында 1100 орын және Түркістан қаласында 987 орын бүгін жетіспеушілік бар. Барлық өңірлерде министрдің тапсырмасы бойынша хостелдармен, жаңа гостиницалармен келісім орнатылды. Сонымен қатар мынау өздеріңіз көріп жүрсіздер, Саясат Нұрбекұлы бизнес өкілдерін қазіргі уақытта өздерінің жаңағы бизнес орталықтарын жаңа хостелға айналдыруды ұсыныстар жасады. Барлық жаңағы бизнес өкілдері үлкен қызығушылық танытып отыр. Біздің финансовый центріміз, қаржы орталық, қазіргі уақытта сол бизнес өкілдерімен келісім шарттарды жүргізіп отыр. Енді өзіңіз білесіздер, хостелді студенттерге бергеннің бір үлкен жаңағы бір плюсы бар. Ол хостелда, мысалы, хостелдің егелеріне ай сайын ақша айналып тұрады. Олардың тұрақты өздерінің тұрғындары бар, яғни студенттер. Бірақ бұл жерде енді
үлкен бір сұрақ туады, ол қауіпсіздік мәселесі студенттердің. Біздің жаңағы мониторингтік орталық, әр жаңа жоғары оқу орнының жаңағы басшылығы әр студенттің қауіпсіздігіне қамтамасыз етеді. Яғни біздің сол университеттің бір мамандары жаңағы хостелдарда кезекшілікте тұрады. Сонымен қатар ең бірінші біздің условиямыз ол хостелдарда басқа артық адам тұрмау керек. Тек қана студенттерге арналу керек және студенттерге барлық жағдай жасау керек. Ең бірінші жаңағы тазалық, екінші интернетпен қамтамасыз етілу керек, үшінші асханасының барлығы қамтылу керек. Сонымен қатар кір жуатын орны және сабақ оқитын орнының бәрін қамтамасыз ету керек. Хостелдардың барлығы қазіргі уақытта сол барлық талапты орындап жатыр. Егер бір кейбір орындалмаған жағдайда бізде өтініш, мынау жаңа айттық қой, біздегі ахуалдық орталығы бар. Ахуалдық орталығына тәулік бойы хабарласуға болады. Хабарласып айтса, біз жедел мәселені қарастырып, ол хостелмен келісім шартты үзуге дейін барамыз. Демек, хостелға қойылатын талап жоғары, өзіңіз айтпақшы. Өте үлкен жоғары. Хостелдардың енді кәсіпкер иелері туралы сөйлесейікші. Мысалы, олармен қандай бітімгершілік, қандай арнайы келісімге қол қойылады, және де қандай жағдайлар қарастырылған? Бір студентке қанша қаржы алады деген сияқты? Бүгінгі күні хостелдағы бір студент 30 мыңнан 60 мыңға дейін төлейді. Ол Алматы жатақханадан қымбат па? Ол Алматы қаласында қарапайым жатақханадан қымбат деп айтуға да болмайды, өйткені әр жатақхана бар. Мысалы, кейбір жоғары оқу орындарындағы жатақхана айына 45-50 мың шығады, кейбір жатақхана оқу орындары жатақхана мәселен 20 мың шығады. Мысалы, осы өткен аптада ғана ақпарат көздерінде Шымкент қаласындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде жатақхана 7 мыңға дейін түсірген адам басына. Енді Алматы қаласы, сіз білесіз, адам саны көп, студенттердің бәрі сол жаққа ағылғаннан кейін, ол жақтағы бүгінгі күнгі жатақхананың, хостелдардың бағасы 30 мыңнан 60 мыңға дейін. Хостелдардағы жағдай толық жасалған, кейбір хостелдарда жаңағы бассейні бар, және де демалыс орталықтарының барлығы толық қарастырылған. Енді студенттеріміз жатақханада тұрғанның өзінде де сол бағаға жетеді. Сол себепті қорықпай барып тұруға болады. Ата-аналарға айтатынымыз, жатақханада университеттің өкілдері кезекшілікте тұрады және балаңыздың қауіпсіздігін толық бақылайды. Ол жерде жаңағы тазалықты басқа жаңағы санитарлық өкілдер бақылап отырады. Егер де бір жаңағы дұрыс болмай жатқан жағдайда, жаңа айттым ба, ахуалдық орталыққа тәулік бойы хабарласуға болады. Ал хостел оқу орнынан алыс болса ше? Қазіргі уақытта мынау ректорлар өзінің ауданында оқу ордасы орналасқан жерден хостелдарды іздеп жатыр. Енді кез келген болуы да мүмкін, өзіңіз білесіз ғой, Алматы қаласы, Астана қаласында енді автобуспен қатынауға да тура келетін болады. Оқу орнынан алыс болса да кезекшілік жасайды. Сонда түптің түбінде біз жатақхана мәселесін хостелдармен шешпексіңіз бе? Қазіргі уақытта биылғы жылы осы мәселені хостелдар арқылы шешуді жөн көріп отырық. Өйткені өздеріңіз білесіздер, мынау президентіміздің тапсырмасы бойынша қазіргі уақытта өңірлерімізде жатақхана жетіспейтін өңірлерде жаңа жатақхана құрылыстары жүргізіліп жатыр. Мәселен, мінекей Батыс Қазақстан облысында 600-ге жуық орындық жатақхана жақын арада ашылады. Бүгінгі күні Павлодар облысындағы Торайғыров университетінің ішінде мысалы жаңа жатақханалар ашылып жатыр. Алматы қаласының өзінде биыл жылдың аяғына дейін жалпы республикада 37 жатақхананың құрылысы жүргізіліп жатса, соның Алматы қаласында 7 жатақхана толық биыл халық игілігіне беріледі, ал 11 жатақхана ол жаңа жылдың аяғына дейін құрылысы толық аяқталады. Жатақханаларды құрылысын жүргізу, жаңа айтып кеттім ғой, министр бизнес өкілдерімен жаңағы өздерінің гостиницаларын, бизнес орталықтарын жатақханаға айналдыруды ұсынды бизнеске. Ол яғни жыл сайын, ай сайын ақша айналып тұрады ол бизнес өкіліне, ол қаңырап босап тұрғаннан көрі. Сол себепті сондай өзгерістер көп болып отыр. Жылдың аяғында кейбіреу құрылысын бітсе, не болмаса жөндеу жұмыстарын бітсе, хостелдан студенттер жатақханаға көшіріледі. Бірақ хостелдің жағдайы жатақханадан да кем емес. Жаңа айтып кеттім ғой, көбі хостелдарда ішінде бассейні, моншасы, барлық жағдай жасалған. Сонымен қатар ол хостелдарда ешқандай артық адам тұрмайды. Ол студенттермен жаңағы университетпен келісім жасалғаннан кейін оның иесі басқа артық адамды кіргізуге құқы жоқ. Оны мониторинг жасап отыратын жаңағы кезекшілер, сол жерде кезекші мамандар мониторинг жасап, ондайдың болдырмауын мен қамтамасыз етеді. Түсінікті.
Жаңа атаған хостелдармен келіскен күннің өзінде бізде бүгінгі таңда 13 мың балаға әлі де жатақхана жетіспейді деп айтып қалдыңыз. Енді оның жаңағында біреуі үйі бар, күйі бар деген сияқты. Дегенмен де араларында мысалы үйсіз қалып қоймайтын студент бола ма? Әлде бәрі өз орнын таба ма? Мәселен, қараңыздар, қазіргі уақытта министрдің тапсырмасы бойынша штаб ахуалдық орталық құрылды, республикалық. Номері 8700-950-95-28. Со екінші номері 8700-255-14-43. Тәулік бойы жұмыс істейді. Егер бір студент тұратын жер таппай жатқан жағдайда, оған жатақхана табу, не болмаса тұрғылықты орын табу уақытша оған жаңағы ахуалдық орталық тұратын бізде бір жаңағы жатақханалар дайындап қойдық. Алматы қаласында ол далада қалмас үшін кеше ғана министр тапсырма берді, бірде-бір студент өзінің проблемасымен бетпе-бет қалмау керек, және бірде-бір студент далада қалмау керек. Далада қалмас үшін біз оны уақытша жатақханадағы өзіміздің резервтік орындарға жібереміз. Ол бірнеше күн тұрады, оның мәселесін біз толық шешкенше ол сол жерде уақытша тұрады. Содан кейін ол жатақхана, тұрғылықты жер тауып бергеннен кейін ол өзінің жаңағы постоянно орнына көшіріледі. Сонымен қатар өздеріңізге бір айта кетер жаңалық, мына қыркүйектің 1-нен бастап біздің жоғары білім туралы заңға өзгеріс еніп отыр. Енді кез келген жоғарғы оқу орнының басшысы жаңағы кез келген студентті өзінің жатақханамен қамтамасыз ету керек. Қамтамасыз етпеген жағдайда ол студентті артығымен алмау керек. Бізде жаңағы былай айтқанда көптеген жоғарғы оқу орындары студенттерді қабылдай береді ғой. Енді ондай жоқ. Енді жаңа көрпеңе қарап көсіл деген мақал бар ғой. Енді бірінші сен жатақханаңдағы орынды санайсың, содан кейін студенттер соншама студент қабылдайсың. Олар енді қамтамасыз етпеген жағдайда олар басымен жауап береді. 1 қыркүйектен бастап ол жаңағы заң күшіне енеді. Осы бірнеше күннен кейін сол себепті жатақханасыз қалмауға барлық жағдайлар қазіргі уақытта министрлік тарапынан жүргізіліп жатыр. Ал жатақханалардың енді қазіргі жұмыс істеп жатқан жатақханалардың жағдайына келейікші. Мысалы, бұл жерде баланы шаманат салып жатқан жоқ па? Мысалы, кейбір ұлттық вуздардың өзінде бір бөлмеде 8 баладан жатады деген әлеуметтік желілерде пост оқыған болатынмын. Бұған қатысты пікіріңіз қандай? Енді қазіргі уақытта жатақханаға қабылдау жұмыстары республика бойынша 26 тамыздан басталады. Министрлік тарапынан жоғарғы оқу орындарының бәріне белгіленген талапты таратылды және ескертілді. Ондай жаңағы заңсыздық деп айтуға да болады. 8 бала бұл заңсыздық па? Жол бермеу керек деп. Егер бөлмеде, өзіңіз білесіз ғой, бөлмеде 2-ден 4 балаға дейін жату керек. Сол себепті қанша квадрат? Енді адам басына бекітілген жаңағы мөлшер бойынша 5-6 квадрат метр адам басына берілу керек. Енді кейбір жоғарғы оқу орындары осыға дейін ондай жаңа келеңсіздіктерге жол берген болар, оны естіп жатырмыз әрине. Бірақ биылғы жылы ол қайталанбау мақсатында министрдің қатаң тапсырмасы жіберілді және осы жақын арада өткен жиналыста толық айтылды. Егер ондай болып жатқан жағдайда, жаңа айттым ғой, штабқа хабарласуды біз сұраймыз. Штабқа хабарласқанда да біздің қазақтар звондайды да өзінің аты жөнін айтпайды, одан кейін қай мекеме екенін айтпайды. Ал өзіңіз білесіз, ондай аты жөнін айтпаған және де ондай қай жер, біз енді бәрі түмескелеп іздемейміз ғой. Бізге нақты айту керек. Мынау оқу орнында, мына жатақханада, мынандай бөлмеде бізді пәлен адам жатқызып отыр деген ақпаратты нақты айту керек. Кейбіреулер бар, бізде звондайды да жай ғана қысқаша айта салады, трубканы қоя салады. Біз үлкен өтініш, қорықпай ашық айту керек, тығылмай. Соны айтқан жағдайда біз бұл мәселені шешуге тырысамыз және тәртіп бойынша, белгіленген норма бойынша ректорларға сол норманы сақтауды тағы да қатаң ескертеміз. Жаңағыдай заңсыздықтар болса, міндетті түрде аталған нөмірлерді бір тағы айтып өтсеңіз, менің ойымша дұрыс болатын сияқты. Енді өңірлердің бәрінде ондай болып қалған жағдайда
Ол тек қана жаңа мен атап өткен Алматы, Астана, Түркістан, Петропавл және Абай облысы ғана емес, басқа өңірлерде де егер сондай келеңсіздіктерге тап болсаңыз, бізге хабарласуды сұраймыз. Біз тек қана бұл номер арқылы емес, әлеуметтік желіде де парақшаларға жазып, көмек сұрасаңыз, біз қолдаймыз. Атап өтсеңіз. Мәселен, мінекей 8700-950-95-28, 8700-255-14-43 номерлері. Қандай әлеуметтік желілер? Және де Facebook, Instagram, сонымен қатар бізде Telegram парақшаларымызда, мынау жоғары білім, ғылым және жоғары білім министрлігінің парақшаларында тікелей жазсаңыздар, біз 24 сағат жауап беруге дайын. Кері байланыс болады деген сенім білдіреміз. Жақсы, Ержан мырза, бұған дейін бұл тақырыпты енді бұл әрбір жаңа оқу жылында біз көтеретін едік. Бір жылдары менің есімде біз кәсіпкерлерге үндеу жариялаған едік министрдің атынан осы жатақхана салу мәселесіне қатысты. Қазіргі таңда бұл жоба бар ма? Қаншалықты жүзеге асып жатыр? Өте орынды айтып тұрсыз, жаңа қазақта айтады ғой, қыстың қамын жаз ойла деп. Енді біздің министр осы шілде айынан, маусым айынан бастап өңірлерді аралап, осы бизнес өкілдерімен кездесу өткізді. Оны жаңа ғана атап өттім, Алматы қаласында осы жақында 2-3 рет кездесті. Оларды осы жатақхана салуға, не болмаса бизнес орталықтарыңды, жаңағы гостиницаларыңды жатақханаға айналдыруға шақырды. Өйткені ол қаңырап тұрғаннан гөрі бос. Сізге егер жатақханаға айналдырсаңыз, сіз жыл бойы ақшаңыз айналып тұрады. Сондай келісімдердің барлығы қазір бизнестан да көптеген қызығушылық туып жатыр. Бізде жатақхана жаңадан құруға қатысты. Жаңадан құруға да қазір көптеген жаңағы қызығушылықтар туып жатыр. Жаңадан да құрылыстар жүргізіліп жатыр. Биылғы жылдың өзінде жаңа айтып кеттім ғой, 30-дан астам жатақхана құрылысы жүргізіліп жатыр. Оның 7-і осы қыркүйекке дайын болады, 11-і жылдың аяғына дейін толық беріледі. Сол себепті тағы да құрылыс жүргізуге ұсыныстар көп түсіп жатыр. Оны қаржы орталығы, жоғары білім министрлігінің қаржы орталығы қазіргі уақытта келіссөздер жүргізіп жатыр. Министр бизнес өкілдерімен кездесіп, шақыруларын, жаңағы көмек көрсетулерін біз үкімет тарапынан бізде көмек көрсететінімізді айтып жатыр. Сол себепті егер бизнес өкілдері жаңағы жатақхана құрылысын қолға алатын болса, оған мемлекет тарапынан да көптеген субсидиялар және қолдаулар көрсетіледі. Ол министрдің жаңағы халықпен кездесуінде де, бизнеспен кездесуінде де, түрлі бақпен кездесуінде де атап өтіп жатыр. Түсінікті, рахмет. Уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Енді жатақхана мәселесіне қатысты негізгі түйткілдердің басын шолып өттік және оған жауап алдық. Қадірменді көрермендер, естеріңізге салайық, бүгінгі сұхбат алаңында эфирімізде қонақта болған Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің ресми өкілі Ержан Байтанаев бағдарлама барысында айтылған нөмірлерге хабарласып, әлеуметтік желілерге хабарласып, қосымша ақпарат алуға болады және ең бастысы биыл жаңа оқу жылында үйсіз, күйсіз жүрген студенттер туралы естімейміз, яғни олардың жағдайлары реттеледі, әрбір студент өз орнын табады деген сеніммен бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз. Тағы да уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғыс. Қадірменді көрермендер, ал әзір келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта қайта жүздескенше.